Естілмейтін, жыртылмайтын пельмен дайындаймыз. Ең алдымен YouTube каналыма тіркеліп қойды, ұмытпаңыз. Барлық қажетті заттардың барлығын описание бөліміне қалдырып кетемін. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды, ас үй тұзын және де су қосып, барлығын винчиктің көмегімен араластырамыз. Жұмыртқа, су, тұз, үшеуі бір-біріне бірігуі қажет. Біздің жұмыртқамыз толығымен көбігі шыққанша жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте ұнымызды жаңағы массаға қосып, ұн мен су біріккенше қатты қамыр илеміз. Қамырдың қаттылығы жаңағы пельменнің жыртылмай, езілмей пісуіне жақсы. Сондықтан да бізге қамыр илеу үшін көптеген күш қажет болады. Қамырды шамамен 5-7 минут аралығында илейтін боламыз. Достар, менің YouTube каналымда Pinduoduo курсының от и до сабағы түсіндірілген, кіріп қарап көрсеңіздер болады. Және де басқа да тағамдардың, тәттілердің рецепттері бар. Достар, тақырыптан тыс әңгіме қозғалғаным үшін кешірім сұраймын. Мінекей біздің осындай қатты пельменнің қамыры иленіп шықты. Ендігі кезекте 20 минутқа осылай бетін табақпен жауып демалдырып қоямыз. Келесі кезекте салмасы үшін жуамыз, яғни пиязымызды майдалап, кубиктап турайтын боламыз. Пияз ірі болып қалмауы керек. Егер де ірі болған жағдайда қамырды жыртып жіберуі мүмкін. Пияздың қаттылығын өздеріңіз де білесіздер. Сондықтан да барынша майдалап тураған дұрыс. Бұл жерде пышақ қауіпті болғандықтан сәл абайлап турайсыздар деп ойлаймын. Себебі пышақтың өткірлігімен қолдарыңызды кесіп алуларыңыз мүмкін. Туралған пиязымызды табамызға салып, үстінен китайский тұз, ас үй тұзын қосамыз. Үстіне қара бұрышымызды, сұйық майымызды қосып, пиязымызды жақсылап қолымызбен мыжып тұрып араластыратын боламыз. Бірінші кезекте пиязымызды осылай араластырып алсақ, тұзымыз бір жерде көп, бір жерде кем болып қалмайды. Барлығы тура болады. Одан кейін фаршымызды қосып, тағы да қолымызбен мыжып тұрып, барлығын біріктіріп араластыратын боламыз. Жаңағы иленген, демалып жатқан қамырды тағы да қолымызбен 2-3 минут көлемінде тағы да илейтін боламыз. Біздің тілде зуала дейді, яғни 2 бөлікке 2 зуаланы осылай қолымызбен мыжып тұрып, тағы да илеп, бетін табамызбен жауып қоямыз. 10 минут көлемінде демалған қамырды оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Қамыр біркелкі болу керек. Қатты жұқа немесе қалың болмау керек. Қатты жұқа болса, қамырлар жыртылып, езіліп кетеді. Қатты қалың болса, қамыр яғни піспей қалуы мүмкін. Сіздер де қамырды жайып білесіздер деп ойлаймын. Келесі кезекте пельменнің формасын дайындау үшін оқтаудың көмегімен осылай қамырларымызды өздеріңіз видеода көргендей жинап алатын боламыз. Жаңағы пельменнің қамырларын осылай кесіп, бірдей біркелкі формада болу керек. Осы қамырларды бірінің үстіне бірін қойып, пельменнің 4 бұрыш қамырларын астына доскамызды қойып, кесіп алатын боламыз. Мінекей біздің пельменнің қамырлары бүгуге дайын. Одан кейін пельменнің қамырының ортасына салмасын салып, осылай әдемі, яғни шетін және де бетін қолымызбен қысып, әдемі формада пельмендерді бөгеміз. Мен жаңағы 2 зуаланың бірін морозильникке салдым, бірін сорпа қылып қайнатып іштік. Әр жерде әрқалай пельменді бір жер сорпа қылып ішсе, бір жер кәдімгі бешбармақ ұқсатып, қамырды жаңағы пельменді сүзіп алып, бетіне поливкасын құйып жей береді. Кез келген сорпаға қоссаңыздар да болады. Мінекей біздің пельмендеріміз езілмей, әп-әдемі болып пісті. Бізге ас болсын, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін.
YouTube каналыма тіркеліп қойды, ұмытпаңыз.